Ту, Садиктің телефонды көтеруі қиын да. Жан? Ау, не болды? Нема? Бүгін бәйбіше төркініне кеткеннен кейін кешке ресторанға ма барайықшы? Ту, қайдағы ресторан білесің ғой, мен қолым бос емес. Маяқта сериалдың монтажын істеп жатырмын мен. Мақұл, енді хотя бы бір жерге барып мороженое жеп па, қайтайықшы. Ой, білесің ғой, бізде Шымкентте очередь қой мороженеға деген. Адам бәрі очередте тұрады, әбір жеп тұруға желание жоқ. Ой, істеді ғой енді. Айтпақшына, машинаңыз бұзылып тұр ғой? Ол машинаның майын ауыстыратын уақыт келді ғой, сен ақыр бос жүрсің ғой, майын ауыстырасың сай. Ой, өзіңіз ауыстырмайсыз ба, енді еркек емессіз ба? Енді қол бос емес екен, көріп тұрсың ғой, монтажда отырмын ғой. Қазір екінші серияны шығару керек, халық күтіп жатыр. Ой, жарайды. Ханым, біздің Аполлон май ауыстыру орталығына қош келдіңіз. Сіз үшін және кальян. Бірақ мен бұлардың бәріне тапсырыс берген жоқпын ғой. Сіз дұрыс түсінбедіңіз. Егер де сіз машинаңызды біздің орталықтан май ауыстырсаңыз, онда бұлардың бәрі сіз үшін тегін. Саған қандай күшті? Көлігіңіз 5 минутта дайын болады. Байдан көрмеген рахатты майдан көрдік қой. Аполлон Oil Center. Жарқын жақта өмір сүр. Бірден екеуін әкемейтін сияқты ем оны. Так, кешіне отырыз. Қыздар, тұрыңдар. Мамалар келсе ұят болады, тұрыңдар, Тұрыңдар. Тұрыңдар, үйдегілер келсе ұят болады, қыздар. Отағасы. Кішкене жата тұрайықшы. Отағасы? Отағасы несі, қыздар, кімсіңдер? Жан, не болды? Кеше кеш жаттық қой. Кімсіңдер дейм? Кімінес? Мен бәйбіше айым, мынау тоқалым Әсем. Ну, серьезно ма не? Ма. Мынау қашан суретке түсіп жүрміз? Кіз тоқта. Ма. Мен паролімді қақтан біліп алғансыңдар? Алло, мама, қалайсыз? Жақсы, балам, өзің қалайсың? Жақсы? Келіндерім қалай? Қойш, мам, сіз де көндіріп қойды ма не? Ой, мен өтірік айтпашы, мама, сенбеймін. Давай. Мынау несі? Адик, жынданғансың ба? Аза менеге бәлез деп тұрсың? Мамаңа да сенбей, бізге де сенбей. Бұл, так, мен кеше не істедім? Так, кеше Дастан үйіне бардым, көйлекті. Все, түсіндім. Бұл пранк. Дастанның маған ұйымдастырған пранк, Жан, қайдағы пранк? Не айтып тұрсың? Не бүгін бір түрлі болып тұрсың? Пранк қой мынау. Дастан қақтан тауып алған сендерді. Суретті де күшті қол қойыпсыңдар. Мейлі, соңғы сұрақ. Ал, үйленген болсақ, сен бәйбішем болсаң, сен тоқалым болсаң, бала шағамыз кән. Төреғали? Қайдағы Төреғали? Әділет, сен ба? Сен кімсің? Танымай қалдың ба Құдай қосқан көрішіңді? Әлде, ана екі қатын миыңды ашып жіберген ба сенің? Мынау да екі қатын деп жатыр ғой. Мост құтты болсын. Рахмет. Тас, енді бір серьезный әңгіме көшейік. Кеше сен үйіне бардым, көйлекті алдым, үйге барып жаттым. Көке кешесінес?
Sen айналайын, 5-6 жыл бұрын әңгімені айтып отырсың ғой сен? 5-6 жыл бұрын? Иә, бірақ бар ғой. Ана менің атамның көйлегі ше. Действительно қасиетті көйлегі екен. Сен қалай алып кеттің? 2 қатын алдың ғой. Қош, қалай болды сонда? Сен кәдімгідей есіңде жоқ па? Жоқ. Онда тыңда. Былай болды ғой, сен бәйбішені алдың. Бәріміз қуандық, ырза болдық, тойыңа бардық, тойың керемет өтті. Ал 6 жыл бұрын үйренсем, мен бала шағам болу керек шығар? Вот, сен арғарап тыңдасай, адам сөзін бөлмесей. Сен ана бәйбішені алғаннан кейін, сен бәйбішең перзент көтермеді ғой. Сөйтіп емделдіңдер, анда бардыңдар, мұнда бардыңдар. В общем, ажа көп жерін білмеймін, бірақ біраз жерге бардыңдар. Болмады, в общем. Сөйтіп тоқал алуға тура келді. Тоқал алғанда қасымда болмадыңдар ма не сонда? Вот, сен енді бөле бермей, арғарап тыңдашы сен, әділет. Сен тоқал алғаннан кейін біздің ана қатындарымыз шок болды ғой. Әділетті құрсын, әділеттен араласпаңдар. Ультиматум қойды ғой. Мә, іш. Ана әділет дегенмен енді ешқашан араласпайсың, түсіндің ба? Вообще, Инстаграм, Фейсбук деген бәрінен боққа тастап таста. Көрмейтін болайын оны әділет дегеніңді. Араласпайсың, вообще! Сонда мен бәйбішем тоқал алуға вообще қарсы болмады ма? Болды, еще қалай болды. Бәйбішең былай өтсе де тоқалды қысты, былай өтсе де, ұшым енді күн бермеді ғой. Бірақ тоқалың молодец екен. Үйтті, бүйтті, өтірік көлді жеңіп шықты ғой соңында. Жан, шай ішіңіз. Отаға сазында кофе ішеді. Жаным, туған күнмен. Туған күнімен. Бірақ мен 23-ке толдым ғой. Ойбу. Рахмет. Онда арманым орындалған екен ғой. 2 әйел алам дедім ба? Алдым, дұрыс па? Менен артық бақытты адам бар ма? Все, тас, мен кеттім. Мені үйде бір емес, 2 әйел күтіп тұр, досым. Давай. Арманы жоқ, 2 әйелі бар. Мал. Тас, мен саған шынымды айтайын. 2 әйел алған кайф екен. Екеуінің арасында бір-біріне деген конкуренция бар.
тамақ істесе бірінен бірі асырып тәтті қылып істейді. Екеуінің маған деген махаббаты, қызғанышы бір секунд тоқтамайды ғой. Ренжіп қалу, өкпелеп қалу деген нәрсе жоқ. Бақыттысың ғой сен, Адик. Сенде арман жоқ қой. Мен ғой сол тәуелсіздігімнен бірден айырылып қалғанша. Сол митингке шығып тәуелсіздігім үшін бір көтеріліс жасап жіберсем ба деп қоям, қалай болады екен? Бүгін азанда ұйқыдан тұрсам, ана бәйбішем бар ғой. Сол маған ренжіп, тырысып жүрген сияқты. Ол енді әйелдер өз айына бір рет тырысатын күндері бар емес пе? Ол үшін емес, ол күн емес қой қазір. Басқаша бір маған деген бір обидасы бар сияқты да. Онда бірдей көңіл бөлмейтін шығарсың? Жоқ, екеуіне бірдей көңіл бөліп жүрмін ғой. Анау көңіл бөлу уақыттарың сәйкес келе ме? Енді түсіндім. Не үшін ренжіп жүрген? Не үшін ренжіп жүрген? Оны екі қатын алғанда түсінесің ғой, інім.